1931 жылдан бастап қазақ елінде қазақтарға орыс империясының тарапынан қолдан жасалған ашаршылық ұйымдастырылып, қазақтың 60% қазақ халқы аштықтан қырылды. Ол бізге жасалған, қазаққа жасалған қастандық. Сол кездегі репрессия әлі күнге дейін жалғасуда. Бірақ қазір халық оны білмейді. Қалай репрессия болып жатқан. Мысалға, Алға Қазақстан партиясының Марат Жыланбаев, ол тек қана әділдік іздеген үшін, Алға Қазақстан партиясының жетекші болғаны үшін, қазақтың жері қазаққа тиесілі дегені үшін 7 жылға сотталып отыр. Осының өзі репрессия. Оның ізін жалғастырушы Амангелді Жақин, ол да сотталды. Ол да қамақта отыр. Ол репрессия. Қазіргі заман қарапайым халық білмейтін де шығар. Әділдікті іздеген, шындықты айтқандардың барлығын соттап жатыр. Осы репрессия кімнің қолынан болып жатыр? Осы репрессия қазақтың қолынан болып жатыр. Қазақты қазақ қорлап жатыр, қазақты қазақ соттап жатыр, қазақты қазақ өлтіріп жатыр. Мынаның бәрі осы репрессия. Баяғыда 31 жылы орыс империясының қолынан келген болса, қазір қазақтың қолынан келіп отыр. Сонда әділдік қайда? Мына билікте отырғандарды сатқын демей не деп айтуға болады? Сатылып отырға бәрі. Қазақты қазақ құртып отыр, қазақты қазақ шеттеп отыр. Қазір мінекей Қытайдан келіп жатыр, оларға сразу береді гражданствоны. Ресейден келген қуғын қашып жүр, өзінің соғысынан қашып жүрген орыстарға, оларға беріп жатыр гражданствоны. Біздің қандастарымыз алады ма? 5-6 жылдан кейін алады деген оған сондай шарт қойып қойған, оны да ала алмай жүр. Мына Қытайдан келген қандастарымыз сотталып жатыр. Не үшін қазақтар сотталады? Бұны жаңа қазақтың арасына ірткі салып отқанда осы саясаттың арқасы, осы жоғарыдан келген биліктің істеп жатқан ісі. Мынау ана өңірден келген, мынау Қытайдан келген, мынау тағы бір жерден келген, тек қана біріне айтып салып отыр. Бұның барлығы осы қазақты біріктірмеу. Осы жаңағы өздерінің жаңағы несін іске асырып отыр. Қазақты қазаққа біріктірмей, қазақты қазаққа қорлатып отыр. Өздері осы жаңағы репрессияны жүргізіп отыр. Мінекей қазіргі репрессия қалай болып жатыр. Мінекей активистер, мына бас көтерген шындықты айтқандардың барлығы сотталып жатыр, қудаланып жатыр. Қудаланбағандар үйлерінен аңдиды, туыстарына дейін аңдып, бәріне сондай шектеу қойып отыр. Осының бәрі репрессия. Ояныңыздар, көздеріңізді ашыңыздар. Репрессия қазір бұрынғыдан да күшті жүріп жатыр. Әділдік іздегендер қамауда, педофил жаңағы нелер, адам өлтіргендер бостандықта жүр. Осыдан білуге болады, әділдік бар ма? Соттың өзінде әділдік жоқ. Ана билік не істейді? Біреуді қама десе қамайды, босат десе босатады. Міне біздегі жаңа Қазақстан. Сол үшін оянайық, ұмытпайық осы бұрынғы жаңағы ашаршылық қолдан келгендігі. Алға Қазақстан.